Жана біз бастау бұлағымызға, өзіміздің салт дәстүрімізге қайтып оралу қажет деген ғалымның пікіріне қосарым. Бізде тәрбиеге қатысты ең алғашқы тәрбие методологы бұл Жүсіпбек Аймауытұлы, Алаш зиялысы. Мемлекет басшысы ол кісінің табылмаған жана шығармасын айтты. Мен бір нәрсе атап өткім келеді. Педагогикалық университеттер өздерінің білім беру бағдарламаларына осы Жүсіпбек Аймауытұлының тәрбиеге жетекші, сонымен қатар ұлтты сүю, сонымен қатар комплексті оқыту жолдары секілді мына кезінде зерттеген зерттеулерін кәдімгі білім беру бағдарламаларына енгізу қажет деп ойлаймын. Мысалы, бір ғана мысал келтіргім келеді. 4-ші сыныптың оқушыларына Қазақстан тарихын, географияны, әдебиетті кіріктіріп, біздің отан деген пәнді енгізу қажет деп айтып кеткен. Яғни, бұндай өзекті, бұндай маңызды дүниелер Жүсіпбек Аймауытұлының, Мағжан Жұмабаевтың шығармаларында, зерттеулерінде көп. Біз тәрбие жұмысын толыққанды институционалды деңгейде зерттеп, сол методологияға қайтып келу үшін осындай ғалымдарымыздың зерттеулеріне қайтып оралуымыз қажет. Шекара маңындағы ауылдардың әлеуетін арттыруда, әсіресе Катонқарағай, Марқакөл, Мақаншы аудандарын қалпына келтіру туралы шешім алға тартты. Мысалы, Катонқарағайда қаншама мектептер жабылып қалды. Алдағы уақыт еншісіне не күтеміз? Негізі енді, бұл өте өзекті сұрақтардың бірі. Мен өзім 7-ші шақырылымда да ауыл мектептердің дамуы туралы біраз мәселе көтердім. Біз жалпы ауыл мектептеріне жан басына шаққанда қаражатты енгізу қажеттігін көтердік. Өйткені біз ауылдағы балаға кететін қаражат пен қалада оқитын балаға кететін қаражатты шын мәнінде ұлттық экономика министрлігі есептеуі қажет деген ойдамыз. Бұдан кейін жалпы енді біз бір нәрсені түсінуіміз қажет. Қаладағы балаға мүмкіндік жасалған. Ол SIT-ге барып дайындала ма, ол робототехникаға бара ма, ол нанотехнологияны білгісі келе ме, қалада мүмкіндіктер бар. Бірақ ауылда мүмкіндік шектеулі. Ондай жоқ қой, мен ауыл мектебінің түлегімін. Біздің кезімізде ауылда жақсы мұғалімдер сабақ берді. Бізге осы өзіміздің ауылымыздың өлкесін тануға, жақсы әдеби кітаптарды толыққанды зерделеп түйсінуге, сонымен қатар еңбекке баулуда енді біздің мектептеріміздің ұстаздары мықты болды. Тіпті республикалық олимпиададан біз жүлдегер атанғандығымыз сол мектептің мұғалімдерінің шын айтқандағы үлесі. Бірақ бүгінде ауыл жақсылықтары қайда кетіп қалды? Енді бүгінде барлық мектептің жақсылығы бұл мұғаліммен байланысты. Мектептің жаны мұғалім деп бекер айтылмайды. Сіз мектепті үлдемен бүлдеге орап қойыңыз. Ең соңғы деген лабораторияға толтырып қойыңыз, бірақ ол жерді сол лабораторияның тілін түсінетін мұғалім болмаса, және сол лабораторияны баланың зердесіне дейін жеткізетін ұстаздың методикасы болмаса, онда оның барлығы сол өлі дүние күйінде тұрады. Сондықтан біз бір кезең болды. Біз ұлттық бірыңғай тестте 50 балдан жоғары балаларға гранттар бердік, ауыл квотасын ұсындық. Сөйтіп біз білімге деген, мұғалім мамандығына деген біріншіден сұранысты, шын айтқан сұраныс болмай қалды, өйткені айлық жалақыны олар айлап, жылдап алмаған кезеңдері болды. Содан кейін осындай квотаны бергеннен кейін, айлық жалақысы төмен болғаннан кейін мұғалім мамандығын өзі таңдап, мектепте жақсы оқыған, сол мұғалім мамандығына түскен, кейін университетте жақсы оқыған балалар мектепке қайтып келмеді. Осының аясында бізде бір соңғы 20 жылда үлкен педагогтық кадрлық сапа тұрғысынан үлкен вакуум қалыптастырды. 2019 жылы бізде желтоқсан айында мемлекет басшысы педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Аталған заңның аясында қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда мұғалім өзінің педагогикалық шеберлігін категориясын дәлелдеу арқылы еңбек нарығында ең жақсы тартымды айлық жалақының иегері екендігін атап өтуіміз қажет. Мектепте дәптер тексерген үшін, экологиялық өңірде сабақ берген үшін, ауылдық жерде сабақ берген үшін қосымша ақылар, магистрлік дәрежеге, PhD докторлық дәрежеге қосымша ақылар белгіленді. Былай қарағанда бұның барлығы мұғалімнің еңбек нарығындағы сұранысын көбейтті. Енді бізге сапасын көтеру керек қой. Соған байланысты 2021 жылдан бастап мұғалім мамандығына
өту ұлттық бірыңғай тестте шекті балл ретінде 85 балл жоғарылады ғой. Иә. Қазіргі таңда мысалы мен өзім былтыр мына математика, физика мамандықтарына түскен ең төменгі балды көрдім, 103 балды құрады. Яғни біз 4-5 жылдан кейін біздің мектепке, өзінің мектебінде жақсы оқыған, ең жоғары балды біріккен ұлттық бірыңғай тестте жеңіп алған, грантын жеңіп алған, және университетте жақсы оқыған мамандар келетіндігін біз күтіп отырмыз. Ол мамандар келгеннен кейін айтып отырған білімнің сапасына қатысты, методикасына қатысты оларда мүлдем басқаша көзқарас болады. Енді бұл азаматтардың ауыл мектептеріне баруын, ауыл мектептеріне осындай сапалы мамандардың келуін біз осыған арнайы заңмен өзгерістер пакетін әзірледік. Оның ішінде шағын жинақты мектептерге сабақ беру үшін сол жердің мамандары, мысалы бірнеше маман бірігіп бір мұғалім болуы, осындай өзгерістер енгізіп, қазір үкіметпен талқылау үстіндеміз. Енді мемлекет басшысы жақсы нәрсені нақты айтты ғой. Мысалы біз қаланың балалары жақсы білім алғаннан кейін, шетелге оқуға түскеннен кейін, енді елге қайтып келіп еңбек ететіні некен саяқ. Өте аз. Ал біздің еңбек нарығына келетін кімдер? Сол ауылдың балалары, білімді де толыққанды ала алмаған, қосымша білімді көрмеген, нанотехнологияны ұстап көрмеген сол балалар еңбек нарығына келеді де, ол көпшілігі мысалы ниет санатындағы жастарды құрайды. Сонда біз кімге ренжиміз былай қарағанда? Сондықтан біз ауылдың мектебін дамытуға күш салуымыз қажет, көңіл бөлуіміз қажет. Сол кезде ғана біздің жаңа еңбек нарығындағы белгілі бір қазіргі таңдағы теңгерімді саясатты жүзеге асыруға мүмкіндік болатын еді. Рахмет. Жалпы